Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге көзіміз жайлы сіз білмейтін деректерді айтатын боламын. Видеоны көрмес бұрын каналымызға тіркеліп кетіңіз. Көз адамның ең тартымды және әдемі мүшесі. Ол қоршаған әлемді көруге мүмкіндік береді. Көз туылған кездегі пішінін өмір бойы сақтап қалады. Ал құлақ пен мұрын өсуін тоқтатпайды. Адам көзі тек 3 спектрді қабылдайды: қызыл, көк, жасылды. Ал қалған түстері көруді осы 3 түстің үйлесімдері ғана. Өмір бойы біз орташа есеппен 24 миллиондай бейнелеуді көреміз. Көз миға сағат сайын өте көп ақпарат беріп отырады. Көздің мезгек қабығы акуланікіне өте ұқсас болып келеді. Сондықтан кейбір жағдайда операция жасауда акуланың көзі қолданылады. Көзіміз 1 секундта 50 затты көре алады. Миға ең үлкен жүктеме беретін мүше ол көз. Көзде 107 миллион жасуша болады. Көздің астындағы ісік ол бүйрек ауыратын адамдарда кездеседі. Егер суретке түскенде бір көзіңіз қызыл болып қалса, онда көзіңізде ісік болуы мүмкін. Көз адам миын басқа дене мүшелерге қарағанда көп шаршатады. Әрбір кірпік шамамен 5 ай өмір сүреді. Ашық көзбен түшкіру мүмкін емес. Адам көзін жұмып түшкіреді. Қызыл түсті көздер альбиностарда ғана кездеседі. Жер бетіндегі 2% адамдардың көзі жасыл болып келеді. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, комментария жазып, лайк басып кетіңіздер.